Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Бүгін картофельді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептпен бұрыннан бері дайындаймын. Әсіресе ыстықтай қаймақпен таңғы асқа жегенді жақсы көреміз. Немесе кешкі асқа жеңіл сорпаның жанына ұсынуға болады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керектігін айтып өтейін. Жұмыртқа мен тұзды жақсылап көлемі 2 есеге көтерілгенге дейін миксерлеймін. Енді үстінен айран және сұйық майды құйып, төменгі жылдамдықта тағы да миксермен араластырамын. Келесі кезекте қабығынан тазартылған майда төртбұрыштарға бөлінген картопты саламын. Мен 3 ірі картоп қолдандым. Қаласаңыз азырақ немесе көбірек қосуға болады. Кішкентай бір пияз, және де менде мұздатылған көк пияз бар, содан да қостым. Және өзіңіз жақсы көретін ас көктер, менде петрушка, қара бұрыш және паприка қосамын. Қаласаңыз әртүрлі өзіңіз ұнататын приправаларды да қосып жіберуге болады. Осы сәтте тұзы кем болса, кішкене тұз қосу керек. Разрыхлитель және ұнды илектен өткізіп, барлығын емес, түбіне кішкенесін қалдырып саламын. Абайлап силиконды лопаткамен араластырамын. Қосымша ингредиенттер қосамын десеңіз де өз еркіңізде. Мен кейде үкіштен өткізілген кішкене сәбізден, сыр немесе брынзадан қосып жіберемін. Өте дәмді болады. Дайын болған массаны табанына және жандарына сұйық май жағылған формаға әдемілеп орналастырамын және беттерін тегістеп шығамын. Бетін осылай қалдыруға да болады, немесе үйіңізде бар ұнататын дәндермен әсемдесеңіз де болады, ол қосымша дәм беріп тұрады. Қара зере дәндермен де жасалынғанын жақсы көремін, ал бүгін менде асқабақ, күнбағыс және күнжіт дәндері. Алдын ала қызып, дайын тұрған 180 градустағы пешке 40-50 минутқа жіберемін. Беті жақсылап қызарып, картоптары пісу керек. Дайын пирогты ыстық күйінде немесе салқын күйінде де жіберуге болады. Мен көбінде қаймақпен және кетчуппен ұсынамын. Кейде пирожки дайындауға қол тимей жатады, сол уақытта жылдам дайын болатын осы картопты пирогты әзірлеймін. Дәмі өте дәмді, әрі өте тойымды. Кешкі асқа сорпа бергенде жанына міндетті түрде осы картопты пирогты дайындап ұсынуға сіздерге кеңес беремін. Құрамдардың нақты мөлшерін әдеттегідей видеоның төменгі жағында описание бөлімінде қалдырамын. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, маған және каналыма қолдау көрсету үшін лайк басуды және комментарий бөлімінде ізгі тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды қалдыруды өтінемін.